Бүгінгі таңда елімізде 17 ақылы учаске жұмыс істейді. Оның ішінде 13 учаске ашық ақы алу жүйесімен жабдықталған. Яғни, аталған учаскелерде ақы алу пункті мен шлагбаумдар жоқ. Ақылы учаске бойынша жол жүру бақылау аркаларына тіркеледі, және жүргізушілер мемлекеттік тіркеу номер белгілерінің балансын өз бетінше тексеріп, толықтыруға тиіс. Егер сіз ақылы учаскемен жүріп өтіп, және жол ақысын төлемеген болсаңыз, 7 күн ішінде төлем жасауыңыз қажет. Себебі 8 күні төленбеген жағдайда жеке тұлғалар үшін 5 айлық есептік көрсеткіш, және заңды тұлғалар үшін 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл есептеледі. Алымдарды жедел, толық көлемде және заңнамада белгіленген мерзімде өндіріп алуға және берешекті өсіруге мүмкіндік бермеу мақсатында бізде пайдаланушылармен жұмыс жөніндегі қызмет жұмыс жасасады. Берешек деңгейін төмендету үшін қызмет мынандай тетіктерді қолданады: қоңырау шалу, жаппай СМС тарату, нотариустың атқарушы жазбасы негізінде пайдаланушылардың берешекті өндіріп алу және төлем мерзімі асып кеткен кезде материалдарды көлік комитетіне жіберу. Айыппұл тағылмас үшін біздің тарапымыздан сіздерге СМС ақпараттар жолданылады. Алдын ала мәліметтерге сәйкес 2023 жылы берешек көрсеткіші 27%-дан 12%-ға дейін төмендеген анықталып отырған қоса жеткізгім келеді. Осыған байланысты, құрметті пайдаланушылар, сіздерден біз сұраймыз уақытысымен ақылы жолдарға төлеп отыруларыңызды.